Бұл оқиға 2002 жылы болды. Пәтерде әжесі мен немересі тұрады. Ал қыздың ата-анасы бөлек тұрады. Себебі әжесі тынымсыз болатын. Жанына немересін алып алады. Ол әжей немересін қатты жақсы көрді. Себебі оның түрі өзіне ұқсағандықтан. Бұл кезде қыз 12 жаста болатын. Ештеңеге онша мән бермейтін. Тек сабақ оқып ойнап жүретін. Әжей бір түрлі болатын. Үйіне келгендердің бәрі тірі қайтпайтын. Сондықтан оның үйіне ешкім бармайтын. Және сол үйде клубта отыратын бір бөлме бар. Қыз 19 жасқа келді. Сол кезде ойлана бастайды. Әжесінен сұрағанда сөзге айналдырып жіберетін. Әжесінің де жасы келді. Алжи бастайды. Әжесі далаға серуендеуге шығады. Қыз бұны пайдаланып бұл бөлмені көрмек болады. Бір қызығы бұл бөлме үнемі клубта отыратын. Ал енді ашық тұр. Қыз ұмытып кеткен болар деп бөлмеге кіреді. Сол кезде қызың бойын қорқыныш билей бастайды. Өйткені бұл бөлмеде адамның бастары болды. Бұл бөлменің іші толған қан, бас сүйектер және әжесі болды. Қыз қорыққаннан пышақ ұстағанда әжесі оны ұстап алып оны өлтіріп басын ұрып қойды. Қыз бәрін біліп көріп тұрады. Сол кезде әжесі бұл бөлмеге кірген өзіңе де обал жоқ деп айтты.